Жоғары оқу орнына түсе алмаған Әйгерімнің көңілі сынық. ұбт-дан өзі қалаған оқуға балы жетпей тұр. Болашағына салған арман жолы қирағандай қатты күйзелді алғашқыда. Қалаған бүкіл өмірі осы ұбт-ның нәтижесіне келіп тіреліп тұрғандай. Еңсесі шөгіп кеткен. Үйдегілер жұбатып әлек. Әкесінің жекеменшік ерке тотай қызы ғой. Қалайда осы қызымды оқытамын. Менің Айком ақылды деп қолдау көрсеткенмен қатар үміт артатынын да жеткізіп отыр. Сонда да көңілі алабұртып, жаны жайсызданып жүр. Әке-шешенің үмітін ақтай алмаған сияқты. Оңашада көз жасын сығып-сығып алады. Бірде жылап отырғанын анасы байқап қалып: «Қызым-ау, неге жылайсың? Алла бұйыртса сені ақылы оқуда оқытамыз, бір мамандығыңды аларсың. Бірақ қыз үшін өмірде ең қажеттісі жақсы адамын тауып, тұрмысқа шығу, ұрпақ өрбіту. Адамыңнан адаспа, қызым, қалған ғұмырың сол өмірлік жарыңа байланысты болады. Мынау мен 8 кластық біліммен әкеңе күйеуге тидім. Оқымағаным үшін алған емеспін. Маңдайыма жақсы адам жазыпты. Жоқшылықты да көрдік алғашқыда. Бәрі басымыздан өтті. Әкең маңдайымнан шертпеген қандай жағдай болса да. Сендерді ешкімнен кем қалдырмай жеткізіп отыр. Тіпті ұл тумадың деп маған бір ауыз айтқан емес. 5 қызым, 5 бағым деп марқайып отырады үнемі. Сол үшін, қызым, саған тілерім, адамыңнан адаспа. Жатсам, тұрсам қыздарыма әкелері сияқты жақсы жар жолықсын деп тілеймін. Үлкен қалаға кетіп бара жатсың, қызым. Қызды ары етегінде сақ бол, деп жұбатып отырған оның сөзі әдеттегі лекцияға ұласып кетті. Үнемі солай. Кез келген әңгіменің ұшы осы тақырыпқа ауып кете береді. 5 қызды үлпілдетіп ұяларына қондыру оңай емес. Түсінеді. Ақ босағаны адал аттаңдар деп басталады да, Құдай қосқан қосақтарыңа адал болыңдар деп аяқталады кез келген әңгімесі. Анасының әр сөзін тіпті жаттап алған. Әйгерім сонда да бұл сөздерді енді естіп отырғандай басын шұлғып қояды. Осы сәтте бөлмеге кірген тұңғыш қызы Жайна: «Басталды. Туй, мам, сіздің осы әңгімеңіз ақ бітпейді екен. Айналып келіп осы сөздеріңізді айта бересіз. Әр сөзіңізді жаттап алдық», деп күлімсіреді. «Әй, сен қыз, бері қара. Саған қарап кейінгілер бой түзейді. Сен де кеше ғана мектеп бітіріп едің. Енді міне соңғы курсқа өтіп жатсың. Әне міне тұрмысқа шығасың. Ақ сандығымның ақтарылатын сәті де алыс емес. Менің әр айтқан сөзімді ұмытпай, қорытынды шығарыңдар. Барған жерлеріңе абыроймен барыңдар. Ұятқа қалдырмаңдар мені. Сөз маған келеді», деген ана тұңғышына бет бұрды. «Жарайды, жарайды, мам. Мектепті енді бітірген мына қызыңызға енді күйеу туралы айтып, миын одан сайын шарсатпаңызшы. Онсыз да көңіл күйі мәз емес. Көңілін көтеріп қайтайын мен одан да. Құрбымның туған күніне ертіп барайын. Сәл сергіп қайтсын. Сонша жүнжіп кеткені несі бұл қыздың?» деген Жайна өмірден түңілердей болып, бүрісіп отырған сіңілісінің иығынан құшақтады. Әйгерімнің еш нәрсеге зауқы жоқ. Бейкеші, туған күн, қыдыру десе елеңдеп тұратын көңілі бұл кезде ешқандай сауықты қаламауда. Сонда да Жайнаның үгіттеуімен әдемі көйлегін киіп, ұзын шашын сәндей бастады. «Жандарым-ау, кішкентай кездерінде жақсы екен ғой. Көп уайымдамайтын едім. Сендер өскен сайын түн ұйқым 4 емес, 100 бөлінеді. Әйтеуір жақсы адам жолықсыншы маңдайларыңа. Жақсы күйеуге тиіп, бақыттарыңды тауып кетсеңдер, сонда ғана жаным тынышталатын шығар», деген ана көңілі алаңдап, сыртқы дарбазаға дейін шығарып салды қос қызын. Бұл кеште Әйгерімнің күңіренген көңіл күйі жадырап сала берді. Дәуренді кездестірді. Бір көргеннен ғашық болды оған. Қыз болып, етек жапқалы алғаш жүрегін дірілдеткен бұл Дәурен қай қылығымен баурап алғанын өзі де түсінбейді. Әйтеуір бұған ұнады оның сөздері, көздері. Әпкесінің құрбысымен бірге оқыған екен. Басқа қалада тұрады. Бәсе, ауыл баласынан болмысы бөлек. Тағдыр қылғанда екеуі қатарласып отырып қалыпты дастархан басында. Тәтті сусынын құйып беріп, ілтипаты мен ізетін аса жоғары дәрежеде көрсетіп отырған бұл жігіт бір тартымды екен. Жұптасып билегендей бойын бір ерекше сезім жанап өткені рас.
сыныптастарымен билегенде бұлай болмаушы еді. Ал мынау жігіттің құшағы бір ерекше күйге бөледі. Сөздері де жараса кетті екеуінің. Бұрыннан таныс жандарша жатырқамай шүйіркелесіп кетті. Жоғары оқу орнын бітірген Дәурен үйленетін күннің де алыс емес екенін жеткізді. Үйленетін жасқа келдім, бірақ жар болар лайықты қызды әлі жолықтырмадым, деп жымиған жігіттің көздері өзіне сынай қарағанын Әйгерім ұққан. Көзі алып қашып, екі беті қызарып шыға келіп еді сол кезде. Телефон нөмірлерін жазып алған бұл екеуі кейінгі күндері де желі арқылы байланыстарын үзбеді. Бір күні хабарласпаса, Әйгерім оның WhatsApp-ын ашып алып, телміріп отыратын. Оның әр жазған хабарламасын 100 қайтара оқи беретін. Медициналық колледждің ақылы бөлімінде оқуға түскен Әйгерімнің студенттік өмірі басқа қаладағы Дәуренді ойлаумен, оның хабарламаларын күтумен өтіп жатты. Желі арқылы екеуі жиі сөйлессе де, махаббат тақырыбында сөз қозғамапты. Бір қызығы, олардың әңгімесі қысқа аяқталатын желіде. Ал Әйгерім күтіп жүрді. Күндердің күнінде жүрегін ұсынатын Дәурен мұны махаббат бағына жетелейтініне сенімді. Сондай күндердің бірінде ол мұны іздеп келді. Екеуінің алғашқы кездесуі. Қол ұстасып саябақта қыдырмаса да, киноға барды. Иық түйістіріп бірге отырғанда, оң иығы өрттеніп кете жаздап еді. Кинода отырмын деген аты ғана көз қиығымен жігіттің әр қимылын қалт жібермей бақылаған. Бір тәтті сезім әлдилеген оның қасында. Кинодан шыққан соң бірге отырып тамақтанды. Сол кезде ғана Дәурен мұның екі қолын ұстап, маған тұрмысқа шығасың ба, ұнайсың, деп ұсынысын төтесінен бір-ақ қойған. Мұндайды күтпеген Әйгерім шошып түсіп, қолын тартып алып еді. Әлі ерте емес пе? Алдымда әпкем бар. Әпкемнен бұрын күйеуге тиіп кетсем ұят шығар. Біз әлі бір-бірімізді жөнді танымаймыз да ғой, деп күмілжіген. Сезімін бірден осылай білдірген жігіттің алдында Әйгерімнің дегбірі қашқаны рас. Келісімін беріп мойнына асыла кеткісі келген, өзін басты әрең. Сүйеді бұл жігітті. Сүймесе түн ұзақ дөңбекшіп, елесін құшып, ойша осы жігіттің қасында болашағын қалап тастамайтын. Бірақ әке-шешенің батасын алмай, әпкесінің алдын орап кететіндей ессіз емес шығар. Солай де, деп үнсіз отырып қалған Дәурен басқа ештеңе де айтпады. Отырысты тез аяқтағысы келгендей, даяшыны шақырып есеп айырбастауға кірісіп кетті. Дәмханадан шыққан соң такси шақырып мұны жатақханаға дейін жеткізіп салды да, қош айтысып кете барды. Сол кеткеннен мол кеткенін сезгендей, Әйгерім көлік ізінен жүгіргісі келді. Тұрмысқа шығуға келісімін беретінін айтып, айқайлағысы келген. Бірақ тосыннан айтылған ұсыныс пен тамағына кептелген өксік қызды қауқарсыз етті. Жігіттің келіп, тез кетуі жанып өшкен жұлдыздай әсер қалдырды Әйгерімге. Ол кеткен соң айналасы қаңырап, қара түнекке енгендей болды бір сәт. Өзін әрең қолға алып, жатақханасына жеткен Әйгерім кереуетіне жата қалып, еңкілдеп жылай берді. Неге жылады екен? Жүрегі сезген болар. Көп уақыт өтпей-ақ Дәуреннің өзгеге үйленіп кететінін. Маған ұнайсың, тұрмысқа шығасың ба, деді. Бар жоғы. Сонда бұл қалай? Махаббат жайында арамызда әңгіме болған емес. Мені сүймесе де өзіне өмірлік жар еткісі келгені ме? Әлде үнсіз сүйе ме? Не де болса мені шын ұнатса күтеді. Күтеді, деген бойжеткен үмітін үзгісі жоқ. Телефонына қарайды да, қайта-қайта бірдеңе жазып қалар дейді Дәуренді. Бірақ 2 күнге дейін хабар болмады. Үйленгісі келген жігітінен. 3-ші күні өзі жазды. Бұл кезде бір салқындықты сезді. Жауаптары өте қысқа, артық сұрақ қойып, мұның жағдайын сұрамады да. Әйгерімге оңай соқпағаны анық. Өмірлік жар еткісі келген жігітінің өзі хабарласпағаны уайым арқалатты. Өзін іштей ұрсып та жүр. Неге келісім бере салмадым? Қанша ойламайын десем де ойымнан кетер емес. Мүмкін өзіміз деп барып, келісімімді беріп қайтайын ба? Деген әртүрлі ойлар бойжеткеннің тынышын алды. Оқуын да жартып оқып жүрген жоқ. Есіл дерті Дәуренде.
қалайда онымен қайта кездескісі келеді. Телефонда өзі хабарласпаса, ол үнсіз. Бұлай жағаласқанын қаламаған қыз жолға шықты бір күні. Дәуреннің жұмысына барды тіке. Алдын ала ескертпеді оған. Тосын сый жасақсы келді ме, әлде телефондағы салқын дауысы ашылып сөйлесуге мұрша бермеді ме, ол жағын өзі де түсінбейді. Дәуреннің офисінің жанына келіп, сыртқа шықшы, мен келіп тұрмын деді әрең. Даусы дірілдеп, сөздері үзіліп, аяқ-қолдары қалтырап барады өзінің. Арада 5 минут өтпей-ақ түрі өрт сөндіргендей жүгіре шыққан Дәуреннің сол кездегі әлпеті Әйгерімнің есінде қалып кетті. Мені көріп, таңданатын болар деп ойлап еді бұл. Бірақ таңданыстан бұрын қорқынышты ұқты оның көздеріне қарап. Әлденеге абыржып, жан-жағына алақтай қарап, келетініңді неге ескертпедің, жүр шетке барайық, деп бірден қуыстау жерге жол бастады. Әйгерім, саған қалай айтсам екен, деп басын қаси көзімен жер шұқыған Дәурен бір кезде. Мен үйлендім, сол күні сенен кеткен соң жолдастарымен бірге отырдық. Аздап іштік, қызды мен бір қызды үйге алып қашып бардым. Ол қыз өзімнің сыныптасым, дей бергенде Әйгерім үшін аспан жерге айналып түскендей болды. Ары қарай Дәуреннің сөздерін естісе алмады. Ол сөйлеп тұр, әлденелерді айтып тұр. Ал мұның құлағы тас керең болып қалған сияқты ештеңені ұқпады. Қолынан ұстамақ болған оның кеудесінен итеріп жіберді де, жүгіре басып, келген ізіне қайта түсті. Қалай сонда? Бір апта алдын ғана маған үйленетінін айтып үздігіп еді. Тым тез өзгеге үйлене салғаны несі? Деген сұрақтармен миы қатып, жатақханасына әрең жетті. Қыз жігіт болып жүрмесе де, ешқандай уәде бермесе де, сезімі байланып қалыпты оған. Жауапсыз махаббаттың еркіне жіберу Әйгерімге тым қиынға соқты. Ойынан оның елесін қанша қуса да көлбеңдеп тұрып ала берді. Өзі сүйеу қыздардың соры ғана. Ертерек құтылғаның жақсы болды қайта. Сені сүймеген жігітті ойлап, басыңды қатырма, сабағыңды оқы одан да, деп әпкесі ұрсып қояды арасында. Мен саған бола бетін қайтардым. Сенен бұрын күйеуге тиіп кеткенім ұят деп бетін қайтарып едім. Дереу басқаға үйленіп апты. Ұмыту қиын маған, деп сорасы аққан сіңілісін сілкіп алғысы келген жайына да қарап отырсың ба? Сені сүйсе күтетін еді. Күтпеді ме? Демек саған деген сезімі жоқ оның. Ақымақ болма. Немене, бесіктен белің шықпай байға тиюді ойлап жүрсің? Сенің міндетің оқу. Күйеу туралы әңгіме қозғау әлі ерте саған, деп шыж-быж болады. Ех, мені түсінбейсің, деген Әйгерім тек күрсіне береді. Күйеуге тиюді мен өзіме әлі ерте деп жүрсем, саған не жоқ? Жайна да сіңілісіне ашуланып, күңкілдеуін қояр емес. Күндер өтіп жатты. Студенттік өмірдің қызығы Әйгерімді махаббат дертінен айықтырып жатқандай. Жер бетінде Дәуреннен басқа да жігіттер бар екенін уақыт өте ұғынғандай болып жүр. Арасында сөз салғандарда бой көрсетіп келеді. Нұркен ерекшеленіп жүр бәрінен де, елпілдеп қалған өзі. Жағдайы асып-тасып бара жатқаны шамалы. Сонда да жомарттық танытады мұның алдында. Ниеті түзу екенін сезеді бұл жігіттің. Бірақ жүрегінен орын бере алмай жүр. Жүрегінің кілті Дәуренде кеткен бе, өзі де түсінбейді. Жап-жақсы жігітті жанына жуыта алар емес еш. Өзінен бездіру үшін кейде Нұркенді қинай түскісі келеді. Кездесуге шақырса, құрбыларын ертіп шығады. Жігіттің қалтасын жұқартып, дәмханадан тойып қайтқандарына мәз. Сонда да Нұркен қашқан емес. Әйгерімнің бар еркелігін көтеруге әрекет жасайды. Сыйлықтарын жасап тұрады үнемі. Айтқанын екі етпей, мұның көңілінен шығуға барын салып жүр. Сондай күндердің бірінде Дәурен келіп тұр. Бітеліп кеткен жараны қайта шұқығандай болып, жатақхананың ауласындағы сәкіде отыр. Дүкеннен келе жатыр. Әйгерім сәкіде басы салбырап отырған жігітке мән бермей, алдынан тық-тық басып өтіп бара жатқан еді. Есімін атаған таныс дауысты естігенде өз құлағына өзі сенбеді. Бұрылып қарауға дәті барар емес. Әйгерім. Жаймен бұрылып қараған Әйгерім шам жарығы түскен оның көздерін анық көрді. Дәурен, неге отырсың бұл жерде?
деді әрең тілге келіп. Саған келдім, сені сағындым, сені ұмыта алмайды екенмін, деген Дәурен орнынан тұрып, мұның қасына келді. Ұрттап алыпты. Иісі бұрқ ете қалды. Иісінен жеркенгендей басын алып қашқан қыз кері шегіне берді. Саған айтар әңгімем бар. Жүр, бұл жерден кетейікші. Дәурен құшақтамақ болды. Дәл қазір мына жерден тұра қашқысы келсе де, Әйгерім өте алмады. Ырқын белеп алған жігіттің алдында дәрменсіздік күйін кешуде. Біздің сөйлесетін сөзіміз жоқ, кет бұл жерден, десе де білегінен ұстап сүйрегендей болып бара жатқан оған қарсылық көрсете алмады. Жатақхана маңынан алыстау кетіп, сәкілердің біріне жайғасты олар. Әйгерім, сен неге жолықтың маған? Ұмыта алмай жүрмін енді. Тіпті басқаға үйленіп кетсем де есімнен кетер емессің. Сүйеді екем сені. Өзіңді бір көріп кетпесем шыдай алар емеспін, деген Дәурен тым батыл. Не деп тұрсың? Сенің әйелің бар ғой, дегеннен басқа ештеңе айта алмады бұл. Әйелім бар болса да сені ұмыта алмай жүрмін. Қалай аяқ астынан үйленіп алғанымды өзім де түсінбеймін. Бәрі қас пен көздің арасында болған жағдай. Сол кезде қарсылығыңа қарамай, неге сені алып қашпадым екен? Өкінемін, қатты өкінемін, деген жігіттің жағдайы расында да мүшкіл сияқты. Төбеден түскендей болған бұл жайт Әйгерімді есеңгіретіп тастады. Бойдақ кезінде сүйеу жайында сөз қозғамай, сезімін білдірмей кеткен жауапсыз махаббатының бұл жайына не істерін білмеді. Ессіз сүю тығырыққа тіреді. Дәуренге деген сезімін қайта оянбастай етіп, ұйықтатып тастаған сияқты еді. Өзіне бағынбай оянып алыпты. Әйтпесе жүрегі дүрсілдеп, жүзі бір қызарып, бір бозарып бұл жерде отырмас еді. Иығынан құшақтап, ерніне ернін тигізгенде, басы айнала балқып, басқа әлемге енбейтіндей еді. Қанша жасырайын десе де, оған деген сезімі құрғыр сыр алдырып, бетін қайтара алмай отыр. Алғаш рет жігітпен сүйісті. Қолы жетпей армандап кеткен ғашығымен сүйісті. Мені кешірші, кешірші мені. Білген едім, сен де мені сүйесің. Мен сені ұмыта алмай жүрмін. Енді жиі кездесіп тұрамыз екеуміз. Өзім келіп тұрамын саған деп, сыбырлаған Дәурен қыз тәніне қолын жүгіртіп, ентігіп отыр. Ерік берсе, дәл сол жерде мұның етегін көтеруге дейін бар. Кеудешесінің түймесін ағыта бастағанда ғана Әйгерім ес жиғандай болды. Дәуренді кеудесінен итеріп, орнынан атып тұрды. Сенің есің дұрыс па? Мені кім деп ойлайсың? Өзгеге үйленіп алып, мені қуыршақ еткің келе ме? Мені сүйсең басқаға үйленбес едің, жолама маған. Келме бұдан кейін, сені көргім де келмейді, деп жүгіре басып кетіп қалды. Жолама маған деп айтып еді, бірақ бөлмесіне келіп оның тағы да көргісі келіп жатыр. Ыстық демін сезініп, мынау әлемді ұмытқысы келеді. Тарамдала аққан көз жасын сүртіп үлгере алатын емес. Неге менің жолым ауыр болды екен? Қырсық шалды да тұрады. Өмір неткен әділетсізсің деп, іштей тағдырын сыбай берді. Бұл бір түсініксіз сезім өртіне күйдіріп, күндерді артқа тастай берді. Дәуренді кейде жек көреді, кейде сағынады. Құрып кетсінші сол жексұрын, неге оны ойлай беремін, мені ақмақ еткісі келеді ғой, деп арасында оның елесін ойша қуғысы келгенімен, іштей тағы ақтап алады. Мен келдім, сыртқа шық деп хабарлама жібергенде, құстай ұшып қалай сыртқа шығып кеткенін сезбей қалады. Әйелімен ажырасамын, саған үйленемін, телефонда сөйлеспей-ақ қоялық деп уәде беріп те үлгерді Дәурен. 3-4 кездесуден кейін ғашықсымағы тағы қарасын көрсетпей қойды. Ал бұл уақытта Әйгерімнің күні күн болмады. Махаббат дертіне шалдығып, есіл дертін тек Дәурен биледі. Ахілеп, үхілеп, кең әлемге сыймай, жынданып кетуге шақ қалып жүрді. Мұның көңілін көтеріп, сыйлық әперіп, қыдыртқысы келген Нұркенді жер-жебіріне жетіп ұрсып та тастайды ғой тағы. Сонда да ол жігіт сабырлы екен, күліп қойып жүр. Сен бәрібір менікі боласың, мен саған үйленемін деп айтып қалды бірде. Кетші бар, маған жігіт ретінде ұнамайсың, жай досымсың ғой сен, деп бол да қайтпайтын. Біраз уақыттан кейін Дәурен тағы қарасын көрсетті. Оның әйелі босаныпты, әке атаныпты. Өзі мәз. Бұл жаңалыққа тіксініп қалды Әйгерім. Қуанбады.
көңілі шөгіп, көзі мөлтілдеп шыға келді. Мен әйеліммен ажырасып, баламмен бірге саған келемін, екеуміз үйленеміз деп кетерінде сенімді сөйлеп еді. Ғашығы оның әдемі сөзіне сеніп қала берді бұл. Өзінің дұрыс емес тірлік жасап жүргенін білсе де, атой салған сезіміне тосқауыл қоя алмайтын халде екенін іштей мойындап та қойыпты. Қолы жетпей кеткен ғашығын жай бір құшқаны үшін күш беріп, өмірге құштарлығы оянып, біраз күн жүреді. Біраз күннен соң тағы салы суға кетіп, ғашық сымағын сырттай ұрсып өкпелеп, өмірін сөгіп, уақыты өтіп жатты. Үмітін үзе алатын емес. Бірақ әпкесі арқылы Дәуреннің келіншегі екіншісіне жүкті екенін естігенде құлап қала жаздады. Екі құлағы шыңылдап, дүние төңкеріліп бара жатқандай тәлтіректей басып есіктің тұтқасынан ұстаған. Ессіз сүюдің сиқыры бітеп тастаған көзі ашылды ма? Мен не істеп жүрмін? Деп өз ісінен есеп алғандай болды сол кезде. Соңғы кездесуінде Дәуреннің махаббаты шектен шыға жаздаған. Төсекте табысқысы келеді екен мұнымен. Қонақ үйдің біріне сүйреп қоймап еді. Анасының босағаны адал аттаңдар, абыройларыңды сақтаңдар деп жиі айтатын сөзі құлағында жаңғырып, сол кезде өзін әрең тоқтатып еді. Дәурен мұның қысылғанына өкпелегендей болған. Арымды бұлғап, шерменде шықпай тұрғанда, есімді жияйын деген Әйгерім Дәуренмен байланысты бір жола үзуге кірісті. Ол үшін көңілін алаңдатар Нұркен бар. Бүгін киноға шақырды. Киноға барды бірге. Гүл сыйлады жігіт. Сезімін жеткізді тағы да. Менің сүйіктім болшы сүйгенім. Неге бетімді қайтара бересің? Мүмкіндік берші маған. Сені бақытты ету үшін барын жасаймын, деп ағынан жарылған оған бұл бұрынғыдай әзілмен жауап қатып, қытығына тимеді. Нұркенді қолтықтап, иығына басын қойды. Дәуренді ұмытуға әрекет етті. Бұл жігіттің ұсынысын қабыл алған соң, көңіліне қарап, табанын жерге тегізбей аялаған Нұркен шынында да көп қыздардың арманы болатын. Ол Әйгерімді ғана сүйді. Осы қызды қуанту үшін күлкі үйірілген жүзін бір көруге барын салды. Мынау жігіттің етегінен ұста, деп әпкесі де бір көргеннен айтты. Сөйткен әпкесі көп уақыт өтпей тұрмысқа шығып кетті. Әпкесінің ізінен Әйгерім де Нұркеннің сүйіп алған адал жары атанды. Алғашқыда Дәуренді ұмытуға себеп болған жігітке ерке қыз күндер өте бауыр басқан болатын. Екеуінің бас қосуының тарихы осы еді. Бойдақ кезегі әдемі жүріс пен сыйластықтар қыдыру тұрмысқа шыққанда сап тыйылғанын қарашы. Қырсыққанда қымыран ириді. Бұлар шаңырақ көтергенде Нұркеннің жұмысында мәселелер туындап, қаржылық қиындықтарға тап бола бастады. Тойдан соң еншілерін алып бөлек шыққан екеуінің күн көруі расында да қиын болды. Нұркеннің сенетін ешкімі жоқ. Өзі қарапайым ортасынан шыққан. Кейінгі бауырларының ата-анасының үміті өзі ғана. Еншілерін алып шыққанда жайлы, жылы пәтер жалдап еді алғашқыда. Төлем жасай алмағандықтан қала шетіндегі ескі жер үйлердің бірін жалға алды. Екеуі ептеп күндерін көріп жүр. Күйеуін жан тәнімен сүйсе, мұндай қиындықтар білінбес пе еді. Бірақ Әйгерім іштей қиналуда. Пеш жағады, суды көршінің үйінен тасиды. Жарық жиі сөніп қала береді. Пешті қанша жақса да жамау болмаған там бұрыштарынан суық уілдеп, бөлмені азнатады. Азнаған үймен бірге қол жетіспеушілік те көңілді тоңдыруда. Сәл шыдашы, бұл күндерде артта қалады. Бір тіршіліктің шеті шығып тұр, бірақ күту керек. Оған дейін амалдай тұрайық деген күйеудің сөзіне бірде жұбанса, бірде ашуланып тоңқылдап ұрсып алады Әйгерім. Жүктілігін айтқан кезде күйеуі өзін бақытты жанға теңеп еді. Баспана түгілі, ертеңгі жейтін наны жоқ болса да, Нұркен өзін жолы болғыш, ең бақытты адамға теңеп шаттанған болатын. Ал Әйгерім аса бір қатты қуанған жоқ. Оқуы әлі бітпеген, өздері жұмыссыз, үйдің түрі мынау. Нәресте дүниеге келсе, мынадай лашықта қалай тұрмақ? Баланың жағдайын қалай жасайды? Әйгерім іштей қиналған. Шама-шарқы келгенше тынбай әрекет жасап жүрген күйеуіне қатты сөз айтуға тағы қорқады. Жұмыс күтіп, үйде шалжиып жатқан жоқ қой, бар әрекетін жасап жүр.
Сонда да осы өмірде деген көңілі толмаушылық Әйгерімнің қабағын бір жадыратпады. Дәуренді ұмыту үшін асығыс тұрмысқа шыға салған өзін бір соры қайнаған жанға теңеді. Бірақ анасы мен бауырларының сөзіне қарағанда, Нұркен өте жақсы адам екен. Жақсы болса жақсы шығар. Сүйе алмаса қайтеді? Іштен тынады, амал жоқ. Қызуы көтеріліп қатты ауырды бір күні. Ауруханаға жатып шықты. Бірақ сол аурудан кейін жағдайы жақсы болмады Әйгерімнің. Тамағына кішкене ісік шыққанын байқайтын. Мән бермей жүре берді. Тек аман-есен босанып алуды ойлады ол. Бірақ қара судың өзін жұту мұңға айналғанда, жас келіншек тағы да ауруханаға түсті. Бар емін жасап жатты ол. Ендігіде қара басының халі мен әні-міні дүниеге келер сәбиінің амандығы болып қалды ол үшін. Денсаулық болмаса өзгеге ештеңе көрінбейді. Ауа жетпей қиналғанда жаратқаннан жалбарынып тек жылай беретін. Күндер өте босанатын уақытына аз қалды. Тамағында ісік үлкейіп кеткен. Біз қарай алмаймыз деп бір-біріне сілтеген емханалар да, тіпті онкология институтының бір профессоры: ақшаң болмаса ары қарай алмаймыз, қайда барсаң онда бар, деп шығарып салғаны Әйгерімнің үмітін үзе берді. Не керек, сабылып жүріп айқай-шумен ана мен бала орталығына жатқан ол екі дүниенің ортасында арпалысып ұлын аман-есен дүниеге алып келді. Бұл кездегі көрген қиындықтарын жауына да тілемес еді. Нұркеннің сол кездегі шыр-пыры шығып жүгіріп қиналғанын да сол сәтте байқамапты. Ал мұның амандығы үшін әке-шешесі мен бауырларының жасаған жақсылығын қалай қайтарар? Баласын бауырына алған Әйгерім тіктелгендей болып еді. Көрген қиындықтарын ұмытып, біраз әлденгендей күйге енген. Бірақ сәбиінің тәтті иісін құшырлана иіскеп, кең тыныстайтын десе, тамағы құрғыр бітеліп қалған. Өпесі де тым әлсіз. Құрсағында жатып, анасының ауыртпалығын тең көтерген балапан-ай. Аман-есен сәбиін дүниеге алып келгенше сонша уақыт мойын ісігінің азапты ауруына шыдаған ана жүрегін айтсайшы. Баласы жарық дүниеге келген соң ол әпкесіне: мен кетіп барамын, балам сендерге аманат деп айтқанын біледі. Ары қарай түк білмейді. Баламыз екеумізді тастап кетуге қалай дәтің барады? Сен өмір сүруге тиіссің. Мен үшін, балаң үшін мықты болуға тиіссің жарығым. Сенсіз маған да өмір жоқ. Сен соны түсінемісің? Деп күбірлеп күйеуі отыр екен көзін ашса. Сөйтсе, өзгелер секілді перзентханадан құшақ-құшақ гүлмен шығу бұйырмапты оған. Жедел жәрдеммен отбасылық аурухананың онкология бөліміне жеткізіліп, химиотерапияның бастап жіберіпті. Тәулік бойы ес-түссіз жатқан оның өзіне келгенін көріп, Нұркен еңкілдеп жылаған. Не керек? Сонымен 2 жылға жуық денсаулығымен арпалысқан азапты да қиын күндері басталып кетті. Баланы Әйгерімнің анасы бақты, ешкі сүтін беріп. Әке-шешесі мен бауырлары мұның баласын да бақты. Оған да күтім жасады 2 жыл бойы. Қалада жұмыс істеп жүрген күйеуінің алғашқыда жіберіп тұратын қаражаты болмады. Екі жақта қиын күндері өтіп жатты. Күйеуінің жағдайын түсінгісі келеді. Бірақ өзінің ем-домы мен нәрестенің қажеттіліктеріне кейде ақша жеткізе алмайтын. Әке-шешесі барын беріп отыр. Масыл болғысы келмейтін Әйгерім баланың сүтіне дейін ата-анасының мойнына артып қойғысы келмеді. Омырау сүтін ембеген баласы да аурушаң, әлсіз болды. Жиі ауруханаға жатып қалатын. Кейде бітпейтін ем-домынан шаршап, өмірден күдерін үзетін. Болашағын елестете алмай егіліп, езіліп жата беретін бойкүйіздікке бой алдырды. Күйеуі сәл хабарсыз кетсе, өзін ешкімге керексіз сезініп, одан сайын қиналатын. Осылай ажырасып кететін шығармыз, ауру әйелді қайтсын ол, деген теріс ойларда маза бермейтін. Бірақ Нұркен қалайда табыс көзін табу үшін күндіз-түні еңбек етті. Азырақ ақша түсе қалса, әйелі мен баласына жіберіп отырды. Өзі суық үйде дірдектеп жатса да, ас жемей асқазаны шұрылдап жүрсе де, тапқан тиынын Әйгерімге аудара берді. Қалай мүмкіндігі болады, солай өзі де келіп тұратын. Өмір сүруге деген құлшынысы азайып бара жатқан келіншегінің жігерлендіріп, жақсылыққа сендіріп кететін.
Олардың отбасылық өмірлерінің алғашқы кезеңі осылай өтті. Екеуі екі жақта жүріп, үмітті үмітке жалғады. Бірі өмір үшін арпалысса, бірі әйелінің денсаулығын жақсартып, оны бақытқа кенелту үшін жанталасып жатты. Әйгерім уыс-уыс болып төгілген ұзын шашын тегіс тақырлап алып тастағанда күйеуі: «Сұлуым менің», деп басынан сүйіп, бауырына қысқан. Құшақтап тұрған күйеуінің үнсіз жылағанын, басына тамған көз жастарынан сезіп еді Әйгерім. Оны осы халге түсірген мен ғой, жағдайын жасап бере алмадым. Суық үйде қатты жауратып алдым. Жегісі келген тамағын әпере алмадым. Өзімді кінәлі сезінемін. Бірақ оның денсаулығын емдеп, бақытты ету үшін, көңіліндегідей тұрмыс сыйлау үшін мен барымды саламын, ант етемін деп, қайынбикесіне мұңын шаққан екен бірде. Солай ант берген Нұркен күнді күн демей, түнді түн демей, тынбай еңбек етті. Әйелін қауіпті дерттен аман алып қалу үшін, оған жайлы баспана әперу үшін көп қаражат керек. Ал бұл ниет етіп еді, ниетіне жетті көп ұзамай. Басын тау тасқа ұрып жүріп, табыстың көзін тапты, оңынан жүрді тірлігі. Тірлігі дөңгеленіп, жағдайы жақсарды Нұркеннің. Жүйке мен көңілге байланысты екен ғой денсаулықтың күйі. Күйеуінің жұмысы оңынан жүріп, жақсы табыс тауып жатқанына Әйгерім де қатты қуанды. Денсаулығы да жақсара бастады. Уақыт өте, қаладан бір бөлмелі пәтер сатып алғандағы екеуінің қуанғанын айтсайшы. Көрген қиындықтарының бәрі түндегі түстей болып қала берді. Сол пәтерді әдемі жиһаздарға толтырып қойып, екеуі ең бақытты күндерін өткізе бастады. Баланы Әйгерімнің анасы алып қалды. Толық емделіп, өзіңе келіп алғанша осында жүре берсін деп шығарып салған екеуін. Кеше ғана өлім мен өмірдің арасында арпалысып, одан қалса үйсіз күйсіз титықтатып түңілтіп жүреді бұл фәниден. Денсаулығы да жақсарып, әрі баспаналы болған бұл күйіне Әйгерім еш сене алар емес еді. Әдемі, жылы пәтерінде күйеуінің көңіліне қарап, жағдайын жасап отырды алғашқы уақытта. Таңертең Нұркенді жұмысына шығарып салады да, кешке дәмді асын әзірлеп күтіп алады. Күйеуінің махаббатына шомылған ерекше келіншектің қамсыз да бақытты күндері басталып еді. Алайда, сені бақытты ету үшін өмір сүремін мен, деп, түнгі қалада серуендеп жүргенде мұны көтеріп алып, айқайлаған күйеуінің сол сөздеріне аса мән бермепті. Жеңген қиындықтары көрген түске айналып, бақытты отбасылардың қатарын толықтырып, айы оңынан туа бастағанда, бұл Әйгерімді қай түлен түртті екен. Күндер өте, ауылдан баласын алдыртып, оны балабақшаға орналастырып қойды. Мен жұмысқа шығамын деді тағы бірде. Нұркен мақұлдады. Қазанын қайнатып, күйеуінің тапқанына шүкіршілік айтып, неге үйде отыра бермеді екен бұл келіншек? Бар бәлені оның жұмысқа тұруынан басталды емес пе? Емханаға мейірбике болып жұмысқа кіргеннен ол қатты қуанды. Тікелей бастығы дәрігер ағайы екеуі бір кабинетте отырады. Ал дәрігер ағайы бір жақсы адам сияқты көрінді. Мейірімді, сыпайы, мәдениетті. Кей қылықтары Дәуренге ұқсайтынын аңғарды бірден. Мұның көңіл күйін көтерер әдемі әңгімелерді көп айтады. Бос уақытта екеуі жиі сөйлеседі. Әйгерім тыңдап отыра бергісі келеді. Қандай құдіреті бар екенін кім білсін. Сол дәрігер ағайы мұны магнитше тартып тұратын болыпты. Жақын адамы сияқты. Бір жылулық бар осы кісінің айналасында. Түсініксіз сезім. Түстікке бірге барады. Жұмыстан шыққан соң көлігімен үйіне дейін әкеліп тастайды. Күндер өте, гүл сыйлайтын болып жүр. Осы гүлдің жанынан жай ғана қарап өтіп кете алмадым. Өзіңе тарту еткім келді. Дегенде Әйгерім бөтен ойды ойламады. Ағалық бір қамқорлық болар деп топшылаған. Сонда да оның гүлін сыйлағаны ұнайтын бұған. Үйге келген соң өзінен өзі жымиып, жағымды сезімнен арыла алмай қиялдап жүретін. Ем-домның арқасында біраз толысып кетіп еді. Мүсініне көңіл бұрып бастады күндер өте. Айнаға қарап, опа-далапты жағып, жұмысына барынша сәнденіп баруға тырысатын. Сол дәрігер ағай жұмыстан соң мұны үйіне дейін әкеліп тастаушы еді ғой. Ал бүгін көліктің бағытын басқа жаққа бұрды. Кешкі асқа шақырамын өзіңді деп, жымиған оның ұсынысынан бас тарта алмады Әйгерім. Үйде балам мен күйеуім күтіп отыр. Кешкі асын дайындауым керек деп те
Айта алмады. Тілін жұтқан жанша үнсіз отыра беріпті. Білмейді ғой себебін. Неге осы кісінің алдында дәрменсіз болып қала береді? Жұмыстан бастығы болғандықтан бар айтқанын бұлжытпай орындайды. Ал жұмыстан тыс сиқырмен баурап алғандай, оның ізінен неге еріп келеді? Дәрігер ағайы мұны кешкі асқа емес, пәтерге алып келді. Бір бөлмелі пәтер. Ортада жатын кереует. Не үшін бұл жаққа келгенін сол жатын кереуетті көргенде ғана түсінді. Аяқ-қолы дірілдеп, не істерін білмей тұрып қалды бір сәт. Ал дәрігер келе салысымен тез шешініп, бір іш киімшең ғана қалды. Құшақтамақ болып, бұған жақындай бергенде ғана Әйгерім ес жинады. Анасының Құдай қосқан қосақтарыңа адал болыңдар деп жиі айтатын сөзі ойына орала берді. Бар күшімен өзін төсекке сүйремек болған ессіз кеудесінен итеріп қалды да сыртқа қарай жүгірді. Есіктің шығып бара жатып лұқсып жіберді. Дәрігердің жалаңаш тұрған неткен жеркеніш деді. Дер кезінде ес жинап, оның құшағынан құтылып кеткен ерлігіне риза болып, Әйгерім үйіне таксимен жетті. Кешкі тамақты Нұркен дайындап қойыпты. Жұмыс көп болды бүгін деген Әйгерім бірден жуынатын бөлмеге кіріп кетті. Салқын суға түсіп, жүрегі білім басып алуы керек. Келіншегінің күннен күнге құлпырып келе жатқанын Нұркен оның көңілінің тоқтығы деп болжады. Іштей қуанады. Бірақ жұмыстан шаршап келгенін желеу ететін келіншегінің ұйқыға асығатыны ұнамайды кейде. Жұмысынан кеш келетінін ұнатпаса да, түсінгісі келеді. Ештеңе демейді. Дегенмен, келіншегінің телефонына тың-тыңдайтын, қайда жүргенін көрсетіп тұратын қосымшаны білдірмей жүктеп қойды. Ендігіде оның қайда жүргенін, кіммен сөйлескендерін бәрін бақылап, тыңдап отыра алады. Солай жасады бүгін Нұркен. Түнімен дөңбекшіп ұйықтай алмаған Әйгерім дәрігердің бүгінгі тірлігіне өзін кінәлады. Сыйлаған гүлін алып, түстікке сатып алып берген тамағын жеп жүре беріпті ақымақ басы. Астарын ойламаған аңғалдығын сөкті әбден. Соншалықты керемет сөйлеп, үлкен әңгімелер айтып, өзінше қамқор болғысы келетін пиғылы неткен нашар еді. 200-ді жылтыр бәле десейші. Бірақ жол беріп қойған өзіне де обал жоқ. Күйеуі бар әйел емес пе? Бастық екен деп елпілдей бермей шекара қою керек еді. Жылтыр бәленің сөздері мен ісіне балқып барып бүлдіре жаздады өмірін. Абырой болғанда ештеңе бүлінбеді. Арын сақтап қалды. Ертеңнен бастап қатқылдап тантамын. Тек жұмыс мәселесі бойынша сөйлесемін. Бірдеңе десе айтып тастаймын деп ойлап жатып, әрең ұйқысын шақырып алды түн ортасында. Ертеңіне түк болмағандай дәрігер ағай күнделікті жылы жымиыспен қарсы алды мұны. Қараған жоқ оған. Үнсіз өз орнына отырып жұмысына кірісіп кетті Әйгерім. Ал жалтақ-жалтақ қарап, мұны әңгімеге тартқысы келген бастығы неткен сұмпай десеңізші. Тек жұмыс барысына жауап беріп, қалған сұрақтарын жауапсыз қалдырып, безірейіп отыра берді бұл. Қабағын түйген бойда түсті әрең болдырды. Мынау кісімен бір кабинетте отырғысы жоқ. Басқа бөлмеге ауысып кетпесе болмас. Түсті әрең болдырған қол кабинеттен атып шықты. Құрбысына хабарласты. Шерін тарқатып, ішін босатып алмаса, жарылып кетуге шақ қалуда. Еш сыр жасырмайтын құрбысымен жолығып, кешегі жағдайды түгел айтып берді. Құдай сақтапты сені деп, қайта-қайта басын шайқаған құрбысы басқа бөлімге ауысуға кеңес беріп шығарып салды мұны. Ал Нұркен, сүйіп алған адал жарын періштедей аялап келген Нұркен үшін күн күңіренді дәл сол күні. Әйгерімнің құрбысына айтып отырған сөздерін соңына дейін тыңдауға жүрегі шыдамады. Пәтерге келсек, жатын кереует тұр екен. Анау киімін шесіп тастады да, маған жақындап деген жеріне дейін ғана тыңдауға шамасы келді. Ары қарай телефонын қабырғаға қарай лақтырды. Қалшылдаған күйі сол қабырғаны жұдырығы қанағанша ұрып беріпті. Кешке жұмыс бітуге таяу қалғанда Әйгерім сыртта айқайлап тұрған күйеуінің дауысын естіп, селк ете қалды. Терезеден қарады. Күйеуі аяғында әзер тұр екен. Мұндай әдетін көрмеген ешқашан. Тәлтіректеп мас болмағаны осы күнге дейін. Бұған дауыс та көтермеген ешқашан. Не болып қалды екен? Әйгерім сыртқа жүгіріп шықты. Ізінен дәрігер ағайы да ерді. Сенің бұл түрлігіңді кешіре алмаймын. Не істеп қойдың? Деп жағына шапалағын сарт еткізді күйеуі.
Көзінен оты шыққан келіншек кері шегіне берді. Ішіне ұрды ауыр жұдырығымен. Бүктетіліп қалды Әйгерім. Сол кезде дәрігер ағай да сыртқа шықты. Оны көрген Нұркен одан сайын құтырды. Өлтіремін сені деп айналып тұрып бір тепті оны. Ұшып түскен дәрігерді бас көздемей тепкінің астына алды. Басқалар ажыратып қалмағанда ұрып өлтіріп қоятын еді. Ілмеген дәрігер ағайын. Сонымен келіншегінің шашынан сүйреп таксиге отырғызған Нұркен үйге бағытталды. Жол бойы сыңсып жылап отырған әйеліне «Жап аузыңды, жәлеп!» деп айқайлаумен болды. Таксистен ұялған-ай. Ұяттан өлім күшті деген сөзді осы кезде түсінсек керек Әйгерім. Жер тесік болса, кіріп кетер еді-ау. Үйге келген Нұркен Әйгерімнің керуетке атып ұрды. Көйлегін жырта шешіндіріп тастап, бұрын танытпаған қимылмен ойындағысын іске асырды. Жұмыстан шығасың деді, ентігі басылған соң. Осы кезде үндемей қоя салса қайтер еді Әйгерім. Жоқ, шықпаймын, басқа бөлімге ауысамын деп еді. Нұркен орнынан қарғып тұрды. Дәрігер ғашығыңды қимайсың ғой, ә? Шкафтың есігін ұрып сындырды. Біздің арамызда ештеңе де болған жоқ. Неге маған жала жабасың? Арамызда ештеңе жоқ. Қайдан шығарып алдың? Деп шырпыл болған Әйгерімнің сөзін бірінде тыңдамады күйеуі. Сен жайында бәрін білемін. Телефоныңнан бәрін естідім. Пәтерге барғаныңды құрбың айттың ғой. Мен ақымақ санамаш. Саған не жаздым? Жаным-ау, менен не жамандық көрдің? Енді бәрі бітті. Мен үшін мынау әлем қараңғы енді. Дәл қазір жүрегім сыртқа шығып кететін сияқты. Кеудеме сиятын емес. Шыдай алар емеспін. Не істесем екен? Не істесем болады? Өлтірейін бе? Не істейін? Деген Нұркеннің көзіне қан тола бастады. Жала жаппашы маған. Мен саған адалмын. Мен құрбым айттым ғой, пәтерге барғанымызбен арамызда ештеңе болған жоқ. Дұрыс тыңдамайсың ба, тыңдағыш болсаң? Деп шырылдаған Әйгерім өзін ақтап әлек. Сен онымен пәтерге бардың. Болды. Бітті. Сен менің көзіме шөп салдың. Саған деген әппақ махаббатыма кетпес қара бояу жақтың. Мен сені кешіре алмаймын. Естің бе? Кешіре алмаймын. Өзің кінәсіздігін дәлелдей алмай қор болып кеткен Әйгерім бір кезде. Маған бұлай жала жапқанша өлтіре салшы. Мә, пышақты ал да өлтірші мені, деп ас үйден пышақ алып келді. Пышаққа бір, әйеліне бір қарап, дір-дір етіп, біраз тұрған Нұркен қолын сілтеп үйден шығып кетті. Күйеуі кеткен соң үйді басынан көтере айқайлап жылаған Әйгерім өз басын өзі ұра берді. Кімді кінәларын білмеді. Нұркен сол кеткеннен хабарсыз кетті. 2 күн өтті, 3 күн өтті, 4 күн өтті. Күйеуінің қайда кеткенін білмейді. Телефоны сөндірулі, ішкені ірің, жегені желім болған келіншек оның киімдерін құшақтап тек жылай береді. Осы кезде ғана білді ғой, Нұркеннің бұл үшін қандай қымбат жан екенін. Осы кезде ғана сезді, бүкіл жан тәнімен оған байланып қалғанын. Нұркенсіз таңы атпай, кеші батпайтынын осы жағдай сездірді емес пе? Қадірін білу үшін осы жағдай болуы шарт па еді? Неге осы күнге дейін оған арысым деп бір ауыз жылы сөзін айтпады екен? Әбден оның жалпақтағанына үйреніп қалыпты бұл. Өмір бойы солай болады деп ойласа керек. Солай ойлап, дандайтысып кетті-ау, өзімшіл басы. Күйеуінің үйден кеткеніне біраз уақыт болғанда белгісіз нөмірден қоңырау келді. Тілі күрмеліп, Нұркен әзер сөйлеп тұр. Былапыт сөздерді боратады өзі. Үйге келші, сағындым сені жаным, деген Әйгерім ары қарай не айтарын білмей тұтығып қалды. Күйеуіне мұндай әдемі сөз айтып көрмегенін осы кезде қандай. Сезімін жеткізер сөз құрастыра алмай, тамағына өсік тығылды. Рас, күйеуі құшағына тартпаса, өзі ұмтылмапты. Тіпті әйел болып назданып, құштарлығын оятар қылықта көрсетпепті оған. Ал жұмысқа кірген кезде, жұмыстан шаршап келдім деп, кешкі асын дұрыстап дайындап бермейтін кездері болыпты. Елжіреп, махаббаттан білдіріп отыратын күйеуіне, сен де бір жас бала сияқтысың деп, кекетіп күлкіге айналдырады екен. Менің барым осы, қайтесің? Кейбір қатындар сияқты байыма сызылып мүләйімсіп тәлпіштене алмаймын, деп кесіп айтып тастайтын.
Күйеуіне жақсы көретінін білдіру тәлпіштік емес екен ғой. Жазған-ау, неге сонша өзімшіл болды екен? Соншалықты тайраңдайтындай Нұркенге өткізіп қойғаны несі бар? Ауырып екі дүниенің ортасында жатқанда бұл аяққа тұру үшін ол қалай шапқылап еді? Мұның бар ауыртпалығын, еркелігін көтеріп жүрген күйеуінің неге көзіне ілгісі келмеді? Тағы да Құдай сақтады отбасудан. Дер кезінде есін жиды. Бірақ оған Нұркен сенер ме екен? Үйге келші, балаң сені сағынды деді. Тұтқаның ар жағында мұны ең жаман, ең жүргіш әйелге теңеп, боғауыз сөзін боратып тұрған күйеуіне. Шамалы уақыттан соң есікті сындырып жібере жаздап, тарсылдатқан күйеуі де жетіп келді. Есікті ашқан мұны көзіне ілетін емес, қарамайды да келіншегіне. Баламға не? Балам үшін келдім. Балам болмағанда мен өлігімді көретін едің, тек, деп әр сөзін үзіп жеткізген Нұркен алдынан жүгіріп шыққан ұлын көтеріп алды. Әйгерім ас үйге жүгіріп тамақ әзірлей бастайды. Алып кетемін өзіммен, деп жекіген Нұркен бір кезде ас үйге келді. Сұп-суық көздерімен атып жібере жаздап тұр. Қайда алып кетесің? Қайда барасың? Сенің үйің осы ғой. Міне тамақ дайындап жатырмын деген Әйгерім күйеуіне жақындап құшақтамақ болды. Қолын қағып жіберіп, өзі артқа шегінген күйеуі жолама деп ақырды. Селк ете қалған Әйгерімнің көзі мөлтілдеп тағы да ақталуға кірісті. Отыра қалып көзінен пора-пора жасы төгіліп қоя берді. Біраз уақыт өтті. Нұркен келіншегіне сенгісі келеді. Сонда да бір жаман күдік күжірейіп, көлденең шыға береді қайта-қайта. Сенімін зорайту үшін келіншегін қаншама рет іштей ақтап алған шығар. Бірақ күдік құрғыр көлбеңдеп сонда да кетер емес. Әйелінің қазіргі қайын халі мұның қиналғанының алдында түк емес қой. 3 күннен соң көрге үйренесің. Айға теңеп алған періштесінің пенделігіне еті өліп кетті ме, әлде уақыт емдеп жатыр ма? Алғашқы кездегідей күйіп пісу сиреп барады. Сонда да күдік пен сенім қайта-қайта күресіп, иесін де шашататын сияқты. Уақыт өте Нұркен ащы судан сіміріп алатын болып жүр. Сонда ғана миы демалады. Әйтпесе, келіншегіне деген күдігін арқалап, бір шаңырақ астында тұру оңай емес. Күдігін ащы сумен ғана жуғысы келетіндей. Әңгіменің соңы.